Сәлем достар, сіздермен бірге мастер. Бүгінгі видеода өздеріңізде көріп отырғандарыңыздай Кто там страшная история деген бір анимация қарайтын боламыз. Давайте достар, қазірден бастап арнаға тіркелеміз. Достар, бұл видеоны мен қазір Криповой история арнасынан көріп отырмын. Егер де оригиналын көргілеріңіз келсе, ссылкасы описанияда болады. Егер де мен сөйлемей көрсеңіздер, описанияда болады. Ал біз видеомызға кеттік. В общем, достар, біздер дейтін видеомызға да оралдық. Енді давайте достар, қазірден бастап ішіне шайларыңызды алып отыра беріңіздер. Ал енді біз видеомызды тамашалап көре берейік. В общем, достар, мынау балаға әкесі бір дүрбін алып берген сияқты сыйлаған ба, бір бәле әйтеуір. В общем, достар, мән бермей қойыңыздар, бір бәле кіріп кетер дейсіз. Ал енді ары қарай көре берейік тамашалап. Достар, енді әр жерінен тоқтап тұрғаныма ренжімеңіздер, дым ренжімеңіздер, себебі ол реакция болған соң әр жерінен андай стоп қойып тұрамын, себебі мен сіздерге айтып отырамын. Сәл де болсын өзім түсінгенді айтайын. Қазірше бұл балаға анау жаңағы квартира деймін, сол жерден анау бір үйдің светі үш жанып тұрады, сол осы баланы қызықтырған. Содан енді бұл бала сол терезені көрейін деп отыр енді. Ал енді ары қарай тамашалап көрейік, тағы не істер екен. Бұл жерде бір қыз шашын тарап отыр. Ема қазір айқайлап шықпасын қазір. Қазіргі ойбай. Ема. Түрін-ай. Достар, енді мен жаман қорқып тұрмын қазір, себебі мен түнде отырмын өзі. Бір өзім отырмын енді. Ема, жүрсің барсаңызшы. Мынау қорқып қалды. Ема. Уже келе жатыр деген сөз ғой. Ема, денелерін қараңыздар, қандай екен. Егер де достар, осындай видеолар ұнаса, сіздерге лайк басамыз және арнаға тіркелейік. 114 подписчиктен 109-ға түсіп қалдық. Давайте достар, көтерейік. Мынау жүрген жер свет үш жанып тұратын сияқты. Ашпаса есікті, ема. Келеді қазір анау, бар ғой. Тура барып осыған келеді қазір, бар ғой. Ема, анау қарап тұрған. Кірістейді тез, ема, неқта отырып, біз нервный болатын болдық қой. Бұл есікті жауып қойдым дейді. Есікті жауып қойды. Ашпай енді есікті. Отсай. Бітіп қалды ма? Енді екінші бөлім көрейік. В общем, достар, мынақта екінші бөлімді қойдық. Енді мынақта реклама. Реклама деген бәле бұл. Телевизорда да реклама, телефонда да реклама. Бұл бағанағы жерден екінші бөлімі. Ал енді көрейік. Ема. Мынау кім мынау? Негізі мынау жаңағы адам бұл керек мынау. Ашпай-ақ қойсай. Мынау қараған өзі қорқынышты болып тұр. Бөтен адам екен, әлде өзінің отбасының адам екен, е? Мынау күдікті мынаның түрі бар ғой. Қорқыныштырақ екен.
жол ашылып қалды. Уже анау қыз келді үйіне. Ема. Мынау жаңағы болу керек қой. Е. Қашты, айдай. Ені өлмекші ғына, таза өлмекші. Мынау. Не деген отыр мынау? Болды, кетіп қалды. Оп, болды, келді. В общем, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басамыз және арнаға тіркелеміз. Сіздермен бірге болған мастер ал давайте.